Жаңа жыл қарсаңында биылғы жылды сәтті аяқтаған Қазпоштаның аудандық филиалдарына акционерлік қоғамдық атынан 14 көліктің кілті табысталды. Салтанатты жиынға облыс әкімі Ерік Сұлтанов та қатысты. Негізін құрайтын пошта саласы қоғамдағы маңызы ерекше. Ұзақ жылдардан бері Қазпошта акционерлік қоғамы тұрғындарды үздіксіз хат, хабар, газет, журналдармен қамтамасыз етіп келеді. Біз Қазпоштаны үздік компания ретінде танимыз. Бүгінде тапсырылатын көліктер қызметкерлердің жұмысын жеңілдетіп, поштаның қызметін жақсартады деп ойлаймын. Бүгінде Қазпошта акционерлік қоғамының бөлімдері облысымыздың 13 аудандарында бар. Солардың бірі Ақжар ауданы. Құрамында 30 адам бар бөлім күнделікті поштаны 25 елді мекенге жеткізіп отырады. Ал сыйға берілген жаңа көліктің көмегімен жұмысымыз одан әрі өрге басады деген ойда аудандық пошта бөлімінің басшысы. Газет журналдарды басқа да посылканың барлығын Көкшетаудан тасимыз. Сондықтан кей күндері сыймай қалатын жағдай болады. Сондықтан бізге осындай үлкен газелдер керек болған. Бүгінгі күн уақыт талабына сәйкес жаңа жыл қарсаңында мереке орай беріліп жатыр. Қуаныштымыз. Кейін облыс әкімі көп жылдық еңбегімен жұмысқа деген адалдық арқасында көзге түскен бірқатар мамандарды құрмет грамотасымен марапаттады. Бұдан соң Ерік Сұлтанов Қазпоштаның орталық бөлімшесіне қойылған постамат құрылғысымен де танысып қайтты. Енді қала тұрғындары өздеріне жіберілген сәлемдеме хаттарды телефон нөмірі арқылы алатын болады. Айта кету керек, постамат құрылғысы қала бойынша Қазпоштаның 4 бөліміне қойылған.